Қайырлы күн, Қолда ТВ телеарнасының көрермендері. Сіздермен Гүлім Ақылбекқызы ART-студия жетекшісі. Ұлттық құндылықпен сусындап өскен бала ұлағатты болмақ. Олай болса, үйірме оқушыларына кезек беріледі. Ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында біз гипстен асық жасадық. Ол жұмысты тиімді әрекетке айналдыру үшін біз осындай бау тәріздес бұйым жасадық. Ол бұйымның арқасымен біз кішкентай балалардың қолындағы моторикасын және де бау тәріздес бұйым істедік. Бұл бұйымның арқасында кішкентай балаларға бау байлауды үйретуге болады. Бұны бізде санамақты біз іні қарындастарымызға үйретуге болады. Мысалы, бұл математика және де санауға келетін бұйым. Әрі қарай жалғастыратын болсақ, бұл бізде үйді безендіруге арналған декорлар. Аналарымызға беруге, жақындарымызға сыйлық ретінде беруге болады. Бұл бізде қой бастарға беруге болады, ішіне заттар салуға. Қобдишалар. Қобдишаның жасалу жолына келетін болсақ, гипс, түйін молды және де су.